Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай панкейкидің рецептісімен бөлісемін. Рецепті мен видеоның астына қалдырдым. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, топинамбур сиробын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі дайындап қойған сүтімізді құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Достар, миндальдан жасалған сүтті қолдануларыңыз керек. Егер ол сүт болмаса, күнделікті пайдаланып жүрген сүтті қолдансаңыздар болады. Енді тұзымызды және де кокос майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз да, дайындап қойған сұлы ұнына разрыхлительді қосып, оны осы консистенцияға саламыз. Достар, келесі осы панкейкиға дәм беріп тұру үшін жарты шай қасық корицамызды қосамыз. Енді қамырымызды жақсылап араластырамыз. Консистенциясы біркелкі болу керек. Достар, бұл панкейкиға қант қоспаймыз. Өйткені бұл панкейки ПП болғандықтан біз оның орнына топинамбур сиробын қостық. Достар, міне консистенциямыз видеодағындай осылай шығу керек. Осылай табамызды қыздырып аламыз да, оның үстіне сары майымызды салып, аздап майлап аламыз. Міне достар, панкейкиларымызды осылай саламыз. Достар, панкейкидің үстіңгі жағында осындай тесіктер пайда болғанда, панкейкидің астыңғы жағы піскенін білдіреді. Енді панкейкиларымызды аударып аламыз да, келесі жағын пісіреміз. Видеодағыдай келесі панкейкиларды осылай пісіреміз. Міне достар, мен панкейкиларымды пісірдім. Панкейкиларымыз осындай дәмді болды. Үстіне өздеріңіз қалауларыңызша шоколад, немесе варенье, немесе сироп құюларыңызға болады. Ал достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркеле кетіңіздер.